Құрметті ханымдар, сіздерге бүгін мындай үй жағдайында тігілетін әдемі қайшы салғыш осындай бұйым жасап көрсететін боламын. Бұл жерге үлкен, орташа және кішкентай қайшы салып іліп қойсаңыздар да болады, және де осылай сақтауға да өте ыңғайлы әдемі бұйым жасап шығаруға болады, қыздар. Ол үшін қыздар бізге осындай екі түсті мата қажет болады. Біреуі негізгі түс және қосымша түс. Екі түс қолданамыз. Бұның размері 21-30 сантиметрлік және ортасына осындай флизелин қажет болады. 19-28 сантиметр. Флизелиннің негізгі қатқыл түсі жақсы. Менде кішкене жұқарақ түрін пайдаланамын. Енді қараңыздар, қыздар, бір жақ бұрышынан аламыз да флизелин жабысқан жағын 3-4 сантиметрге осындай линейкамен сызып аламыз және доғал, овальный дейміз ғой, доғал сызық жібереміз. Бұл жақ доғал болады. Сол үшін осылай қайшымен кесіп әдемілеп дайындап алатын боламыз. Ендігі кезекте қыздар бізге ені 6 сантиметрлік, ұзындығы 17 сантиметрлік осындай кескін керек болады. Біз одан осындай шнур жасап, әдемілеп екі жағынан 0,2 миллиметрге сызық тігіс түсіретін боламыз. Сол жаңағы шнурымызды қыздар міне осылай екіге бүктейміз. Мына жаңағы доғал қылып кескен жағымызға қойып, инемен шаншып қадап алуға болады. Міне осылай үстінен астар матамызды қоямыз. Дәлдеп отырып, екеуінің размері бірдей болғандықтан осылай дәлдейміз де инемен шаншып отырып қадап, жан-жағын толығымен инемен қадап шығамыз осылай. Енді қыздар міне осы шаншылған жерден барып, лапканың бойымен толығымен тігіп шығамыз. Тек қана бір 10 сантиметрдей жерді тікпей алып қаламыз. Ол жерден біз бұйымды аударатын боламыз. Оны өзіңіз ыңғайлы жерден қалдыратын боласыз. Ал қалған жерін толықтай лапканың бойымен тігіп шығамыз, қыздар. Міне қыздар, мен машинкаға апарып, лапканың бойымен тігіп шықтым әдемілеп. Бұрыштарын қидым, көріп отырсыздар. Бәрін теңестіріп алып қидым, және мына жерден сіздер көріп тұрсыздар, орын қалдырдым. Қазір осы жерді аударатын боламын. Ұштарын бәрін кесіп алдық. Енді міне аккуратно абайлап аударатын боламыз. Ұштарын инемен шығарып аласыздар. Ұштарын инемен шығарып, әдемілеп осылай бір тегіс қылып аударып аласыздар. Аударғаннан кейін қыздар жақсылап отырып үтікке басып, қырларын шығарып аласыздар. Содан машинкаға барып, жан-жағын осылай міне мына видеода көрсеткендей 0,5 лапканың бойымен тағы да үстінен жүріп шығасыздар. Әдемілеп, және жаңағы қалдырған жерімізді тесігін машинкамен тіксеңіздер де болады, немесе қолмен тігуге болады. Міне қыздар, машинкаға апарып әдемілеп жан-жағын лапканың бойымен тігіп шықтым, көріп отырсыздар. Ұштарын шығарып отырып тіктік. Енді келесі бізде жинау, сборка басталады. Міне осылай бір қайырасыздар. Бұл бізде үлкен қайшы салынатын жер. Екінші орташа қайшы және кіші қайшы салатындай осылай әдемілеп үшке бүктейсіздер де мына жерден тігіп шығасыздар. Тоже лапканың бойымен тігіп шығасыздар. Қыздар, міне видеода көрсетілгендей светлый матаның үстінен ғана тігіп шықтым. Осылай закрепка беріп отырып, 3 бұрыштап отырып тігеміз. Қыздар, мастер-класс ұнап жатса, парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қолдай кетіңіздер.